Сәлем достар, бір ғана тестадан екі түрлі қаймақ қосылған пирог дайындайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, сіздерді өз каналымда көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Жаңадан видеоларды жіберіп алмас үшін қасында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдын ала рахмет. Пирогымызды бастаймыз. Електен өткізілген ұнға маргаринімізді салып араластырамыз. Видеодағыдай осындай кружка дайын болады. Қалған қоспаларымызды қосамыз. Разрыхлитель, сахар, жұмыртқа, шым-шым тұзымызды қосып қамырымызды илейміз. Дайын боларға шақ қалғанда қаймағымызды қосып, жақсылап тұрып, қамырды илейміз. Артығын қоспаңыздар, өзін қайта-қайта илегеннен кейін, ыдыста ыңғайсыз болса, осылай столдың үстінде илеп алсаңыздар болады. Ұн көп қосудың қажеті жоқ, сол парымен илей берсеңіздер, өзі қолға жабыспай, әдемі қамыр дайын болады. Формамызға ұнымызды себелеп, дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Осылай формаға қолымыздың көмегімен ұн сеуіп, осылай жайып шығамыз. Қолыңызға жабысатын болса, осылай ұн сеуіп жайсаңыз болады. Бұл қамырдан менде 100 грамдай қамыр артылды, себебі қалың қылып жаюға болмайды, ол піскен кезде тағы да көтерілуі мүмкін. Сол үшін осылай видеодағыдай етіп, жұқалау етіп жайыңыздар. Енді ішіндегі заливкасын дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып, араластырамыз. Қантты еруі шарт емес, 1-2 минут араластырсаңыздар жеткілікті. Қаймағымыз бен крахмалымызды қосып, тағы да араластырамыз. Осылай бір келкі болып араласып болғаннан кейін, теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігіне ванилинді, екінші бөлігіне какао мен мелкий шоколад қоссаңыз болады. Шоколад болса қоссаңыз болады, болмаса қоспасаңыз да болады. Какаоны қосып араластырасыздар. Осылай дайындап алған формамызға құйып шығамыз. Осылай бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Менде осылай майда шоколадтар болғаннан кейін бетіне сүйіп шықтым. Енді духовкаға 170 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Бетінің қызаруы шарт емес, 40-45 градуста өзі пісіп шығады. Осылай бір тестадан қонақ күткен кезде, уақытыңыз эконом болу үшін бір тестадан осылай 2 пирог шығарсаңыз болады.